Ежелгі Рим тарихын ғалымдар үш кезеңге бөледі. Осы патшалық кезеңнің басты фишкасы ол кездері соғыстар мен әлемді жаулап алу деген тема болмады. Неге дейсіз ғой? Өйткені ол кезде патшалар Римнің халық санын көбейтіп, дәстүрін қалыптастырып, мәдениетін дамытты. Қысқасы, Римді болашақ империя қылудың фундаментін қалап берді. Осы 244 жылда Римді бар болғаны 7 патша басқарған екен. Әрқайсысы өзінше тарихта із қалдырды. Ең бірінші патша бәріміз білетін Ромул. Оның Римді қалай құрғанын біз алдыңғы роликте талқылап қойдық. Енді бүгінгі бөлімде Ромулдың патша Ромул ретінде қандай қадамдар жасаған, қалай билік жүргізгенін білетін боламыз. Ромулдың басты миссиясы халық көбейту. Себебі қала бар, бірақ ішінде адам жоқ. Сондықтан ол барынша халық жинауға тырысты. Бірақ жай ғана жинап қоймай, бірден вип пен қарапайым классқа бөлді. Патрицийлер Римнің вип халқына жатты. Римнің түпкі халқы, немесе Римге бірінші болып көшіп келгендер. Олар 300 руға, 10 курияға, 3 тайпаға бөлініп, өздерін кәдімгі элита сезінді. Сенат па, халық жиналыс ма, бәріне тек солар кірді. Ал плебейлер болса, Римнің қарапайым халқына жатты. Сырттан көшіп келген мигранттар еді. Ешқандай билігің жоқ, жай өмір сүр деген принциппен жүрді. Қысқасы, қоғамда теңсіздік нақты сезілді. Бұл теңсіздік тек 6-шы патша Сервий Тули келгенде ғана өзгерді. Бірақ Ромулдың ең үлкен фишкасы ол алғашқы легионды құрды. Ол 3000 жаяу әскер мен 300 атты сарбаздан тұрды. Сол кезде армиясы кішкентай болып көрінуі мүмкін, бірақ дәл осыдан кейін Римнің әскери дәстүрі басталды. Ал енді ең қызық жері, халық аңызы бойынша Ромул өлмеген. Бүркіт келіп, оны аспанға алып кетті деген нұсқа бар. Халық сонда, ол өлген жоқ, ол бізді аспаннан басқарып отыр деп сенген. Ромулдан кейінгі патшаларды сенат сайлаған. Сенат халықты басқаратын адам өте бейбіт, әділ, құдайға сыйынатын адам болуы керек деп Нума Помпилийді сайлады. Расында, Помпилийдің кезінде Римде тыныштық орнап, бейбіт заман орнады. Тыныштық заман орнатқанымен жеткен жетістігі аз болды. Содан соң сенат бұндай тыныштық заманнан шаршап, патша өлгеннен кейін Римнің шекарасын көбейту үшін соғысқұмар адам іздеді. Ал енді келесі патша Римнің нағыз боец патшасы. Оның аты Тулгас Тири. Бұл кісі бейбітшілікке емес, соғысқа ғашық болған. Таққа отыра салысымен көршілеріне шабуыл жасап жүрді. Қалаларды қиратып, халқын күштеп Римге көшірді. Ең шок нәрсе, ол Римнің түп атасы Альба Лонга қаласында өртеп жіберді. Бірақ халқын өлтірмей, оларды Римнің вип классына қосты. Сондай-ақ, Тулгас Тири Рим сенатына арнайы ғимарат салдырды. Ол Курия Гастерия. Кейін ғасырлар бойы сенаторлар сонда жиналды. Ал өлімі болса кәдімгі фантастика сияқты. Аңыз бойынша Юпитердің ашуына теп кеткендіктен найзағаймен соғып өлтірген деседі. Тіпті патшаның үйінде өртеп жіберіпті дейді. Халық мұны белгі деп қабылдап, келесі патша бейбітшілікті сүйетін адам болсын деп шешті. Ант Марций, Нума Помпилийдің туған немересі. Атасына тартып туған бала дейді ғой. Тура сондай. Сабырлы, дана, халықты егіншілікке, қолөнерге, саудаға баулып, ішкі даму деген бағыт ұстаған. Бірақ классика бойынша көршілер оның осы бейбіт мінезін әлсіздік деп ойлап, Римге шабуыл жасай берген. Латындар, мынау тек тыныш отырғысы келеді екен, оңай жау ғой деп ойлап, үлкен қателік жіберді. Өйткені Ант Марций тыныштықты жақсы көрсе де, соғыста да шебер екенін көрсетті. Өз әскерін жинап, оларды талқандап, латындарды Римге қоныс аудартып тастады. Оның ең үлкен жеткен жетістіктерінің бірі Римнің шекарасын кеңейтіп, Тибр өзенінің теңізге құйылатын жеріне дейін жеткізді. Этрустардан қорғану үшін Тибрдің арғы бетінде қамал тұрғызды. Ал өзеннен өту үшін Римнің алғашқы ағаш көпірін салдырды. Бұл көпір 1000 жыл тұрды. Нағыз инженерлік ғажайып. Сонымен қатар ол Римнің алғашқы түрмесін салдырды. Түрме 2 қабатты болды. Жоғарғы қабат кәдімгі қылмыскерлер үшін, ал төменгі қабат өлім жазасына кесілетіндерге арналған. Бұл түрме әлі күнге дейін сақталған екен. Ант Марций 24 жыл билік жүргізіп, халық жадында, бейбітшілікте де, соғыста да әділ басқарған дана патша ретінде қалды. Луций Тарквини Римге Этруриядан көшіп келген мигрант еді. Бірақ Римге келген соң нағыз беделді, сыйлы адамға айналды. Тіпті патша Ант Марций оны ат әскерінің басшысы етіп тағайындады. Ал Марций қайтыс болып, оның баласы таққа отырайын деп жатқанда, Луций айлакерлікпен сенатты көндіріп, таққа отыратын ең лайықты адам менмін деп патша болып шыға келді. Тарквинидің басты фишкалары мен жетістіктері. Римге Этрус дәстүрлерін енгізді. Арбамен жарыс, жұдырықтасу сайыстары, мерекелік ойындар, қысқасы спорттық мәдениетті дамытты. Капитолий храмының іргетасын қалады. Кейін ол Римнің ең қасиетті ғибадатханасына айналды. Батпақ жерлерді құрғатып, каналдар мен кәріз жүйесін салдырды. Солардың ішіндегі ең әйгілісі Клоака Максима. Ол бүгінге дейін жұмыс істеп тұр.
Қаланың ортасында Рим форумын салдырды. Алғашында базар ретінде басталып, кейін халық жиналыстары өтетін саяси алаңға айналды. Үлкен циркті салдырды. Римдегі ат жарыстары мен мерекелердің мәңгілік аренасы. Қарапайым лашықтардың орнына тас үйлерді салуды бастады. Яғни Римнің қала кейпі дәл осы патшадан басталды. Бірақ саясаттағы интрига оны да ұстап берді. Марцийдің балалары тақты тартып алған үшін кек сақтап, ақыры Тарквиниді ағашпен ұрып өлтіреді. Сервий Тули Римнің ең сүйікті патшаларының бірі. Өйткені ол әдеттегідей ақсүйек әулетінен шықпаған. Аңыз бойынша ол тіпті құлдың баласы болған екен. Бірақ тағдырдың ирониясы ма, кейін сол адам бүкіл Римді басқарған патшаға айналды. Неге ол ерекше патша болды? Біріншіден, Сервий әлеуметтік теңсіздікті азайтты. Бұрынғы патшалар кезінде тек патрицилер ғана билікте жүрсе, ол плебейлерге де құқық берді. Ол халық санағын енгізді. Әркімнің қанша байлығы бар, қанша әскер шығара алады, бәрі тіркелетін болды. Қысқасы, бюрократияның негізін қалады. Халықты байлығына қарай 6 сословиеге бөлді. Бұл жүйе кейін Рим республикасының негізін қалады. Римнің қорғанысын күшейтіп, қаланы қоршап тұрған алғашқы тастан қала қабырға салдырды. Ол қабырға 11 шақырымға созылып, 7 төбені алып жатқан соң, Римді 7 төбеде тұрған қала деп атап кетті. Бірақ саясат деген саясат қой. Тақтан тайдыру үшін интригалар жасалды. Ақыры өзінің күйеу баласы Тарквиний тәкаппар оны өлтіріп таққа отырып алды. Бұл патшаның аты тарихта жайдан жай тәкаппар болып қалмаған. Ол шынымен Римді менікі ғана деп басқарған нағыз диктатор болды. Неге оны халық жек көрді? Себебі халықпен ақылдаспайтын еді. Тек өз білгенін істейтін. Сенаттың құқығын азайтып, патшалықты жеке билікке айналдырды. Қорқытып үркітіп билік жүргізді. Ол да неше түрлі құрылыстар салдырды. Храмдар, ғимараттар, Римді байытты. Бірақ бәрі патша үшін болды, халық үшін емес. Соңғы нүкте. Оның ұлы Секс Тарквиний Рим тарихындағы ең үлкен масқара жағдайдың себепкері болды. Ол атақты римдік әйел Лукрецияға зорлық жасап, бүкіл Рим халқының ашуына тиді. Сол оқиғадан кейін халық осы Тарквиний әулетінен құтылмасақ болмайды деп көтеріліс жасады. Тарквиний тәкаппар елден қуылып, Римнің ең соңғы патшасы болды. Осылайша Рим патшалығы құлап, жаңа дәуір Рим республикасының тарихы басталды.